Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен Гүлнұр, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, бар жоғы екі ғана заттан тұратын, дәмі өте тамаша болып шығатын, жасалуы да оп-оңай, дәл осындай кереметтей болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Дәл осы салат түрі ағзамызға өте пайдалы, әрі қаназдықтың алдын алып, сонымен қатар иммунитетіміздің көтерілуіне де біршама өз септігін тигізеді. Салатымыздың құрамына қосылатын заттар тізімінде төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырдым. Бізге ең алдымен майонез, шым-шым тұз, 2 дана чеснок және де қайнатылған қызылша қажет болады. Қызылшамызды осылай үккішіміздің көмегімен жақсылап үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Қызылшамызды қайнатпас бұрын мейлінше балғын әрі сапалы болуына көз жеткізіп алыңыздар. Міне осылай үккіштен өткізіп дайындап алдық. Келесі кезекте құрамына қосылатын 2 дана чесноктың тісшесін дәл видеодағыдай өте майда көлемде біркелкі етіп турап аламыз. Өз ыңғайларыңызға қарай чеснокты езгіштен немесе үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Турап алған чесногымызды үккіштен өткізіп алған қызылшамыздың үстінен салып, дәміне қарай шамалы шым-шым тұзымызды және де майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер майонез ұнатпасаңыз, орнын зәйтүн майымен де алмастырып жасасаңыздар да болады. Дәмі енді сөзсіз өте керемет болып шығатын салаттардың бірі. Сол себепті міндетті түрде дәл осы құрам бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Келген қонағыңыздың алдына ұялмай қоятын салаттарыңыздың біріне айналады. Міне дайын болған салатымызды осылай кез келген ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Осымен біздің небәрі 10 минутта әзірлеп шыққан салатымыз дайын болды. Қалауыңызға қарай осылай үстінен шым-шым күнжутты да сеуіп жіберіңіздер, сонда дәмі тіптен керемет болып шығады. Салаттың жасалу жолы ұнаса, міндетті түрде подписаться қара батырмасын басып, арнама тіркеліп қойыңыздар, және де өз пікірлеріңізді де қалдырып, лайктарыңызды аямай басып, мені қолдай кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.